8 ғасыр. Ол кезде жоңғарлар қазақ ауылдарын тонап күн бермеді. Ал Қытай болса, қазақтар мен жоңғарларды өз бақылауында ұстап отыр. Ресей өзінің отаршылдық саясатын одан әрі ұлғайтты. Ал тіпті кейбір қалалар Қоқан хандығына, яғни өзбектерге бағынды. Осы заманда Абылай хан өмір сүрді. Ал осындай қиын қыстау заманнан қалай өтті дейсіз бе? Ол сәл кейінірек. Алдымен балалық шағына көз жүгіртсек. Көптеген мәліметтер бойынша Абылай хан 1711 жылы дүниеге келген. Және Абылай хан төре руынан болды. Бұл деген ол Шыңғыс ханның тікелей ұрпағы. Абылай хан ерте кезден жетім қалған, және ол өзінің тегін жасырып жүрді. Айта кететін жай, Абылай хан Төле бидің түйесін баққан, және оның түріне қарап, Төле биді Сабалақ деген есім берді. Сабалақ ұсқынсыз үрпек шашты деген мағынаны білдіреді. Ол тіпті қазақ-жоңғар соғыстарына 15-16 жасынан бастап араласа бастады. Ал 20 жасқа толған кезде оның бағы жанады. Яғни жоңғарлармен болған бір ұрыста екі жақты өзінің ең мықты батырларын жекпе-жекке шығарады. Жоңғарлардан Қалдан Сереннің туысы Шарыш шықты. Ал қазақтардан бұрын белгісіз жас батыр Әбілмансұр шықты. Ол жекпе-жек кезінде атасы Қаншері Абылайды ұрандатып шықты. Жекпе-жекте Абылай Шарышты жеңеді, және Сабалақ, Әбілмансұр деген есім жойылып, Абылай атанады. Сол кезде ұлы және орта жүздің ханы Әбілмәмбет оны жоғалып кеткен немере інісі екенін танып, Атығай руын басқаруға жібереді. Осылай ұлы Абылай ханның өмірі басталады. Абылай хан өздеріңіз білетіндей өте стратег, дипломат, батыр және қазақ хандығының ұлы хандарының бірі болды. 18 ғасырда ұлы мен орта жүздің ханы Әбілмәмбет болды. Бірақ маңызды шешімдерді Абылай қабылдады. Мысалы, Ресей патшалығының жарлығында қазақтың ханы Абылай деп жазылды. Тіпті маңызды кездесулерге Әбілмәмбетті емес Абылайды шақырады. Және Ресей патшайымы 2 Екатерина Абылайға қазақтың ханы болуды ұсынды. Бірақ Абылай бас тартып, оның орнына Әбілмәмбетті қойды. Себебі ол таққа отырса, елде тағы да бөлінулер пайда болатын еді. Және қазақта үлкенді сыйлау тәрбиесі бар. Абылай хан өте мықты саясаткер екенін осыдан көруге болады. Және тағы да бір айта кететін оқиға. Яғни 1941 жылы Абылай хан жоңғарлардың тұтқынына түседі. Оған кіші жүздің ханы Әбілқайыр, орта жүздің ханы Әбілмәмбет, ұлы жүздің биі Төле би Абылайды босату үшін бар күштерін салады. Абылай хан 1943 жылы тұтқыннан босап шығады. Тұтқында болған кезде ол Қалдан Серенмен достық қарым-қатынас орнатады. Оған дәлел қазақтың 100 жігіті мен жоңғардың 100 қызын үйлендіргісі келген. Бірақ оған Қалдан Сереннің өлімімен екі түрлі дін ұстанымы кедергі келтіреді. Қазақ-жоңғар соғысы мәңгілікке тоқтаған секілді болды. Бірақ кенеттен Қалдан Серен қайтыс болады. Осылайша Жоңғарияда билікке талас өрби түсті. Нәтижесінде билікке Лама Дуржи отырды. Бірақ оның қарсыластары Даваци мен Әмір Сана Лама Дуржиді құлату үшін Абылайдан көмек сұрайды. Абылайдың көмегінің арқасында билікке Даваци келеді. Бірақ белгісіз себептермен ол да қайтыс болады. Оның орнына билікке Әмір Сана келеді. Абылай осылайша жоңғарлардың ішкі саясатына араласа бастады. Әмір Сана билікке келгеннен кейін Қытайлармен соғыс өрби түсті. Осы жағдайдан шығу үшін Әмір Сана Абылайдан тағы да көмек сұрады. Абылай көп ойлана келе көмек беруге шешім қабылдады. Себебі Қытай Жоңғарияны картадан жойып жіберсе, келесі кезек қазақ хандығы болатынын түсінді. Бірақ Қытай жоңғарларды жойып жіберді. Жоңғарлардың жері босап, оған қазақтар, қырғыздар, қытайлар үміткер болды. Енді қазақ хандығы мен Қытай арасында шекараға дау басталды. Қытайлар қазақ жеріне 1958 жылы басып кірді. Ал қазақтардың қарулары қытайларға қарағанда әлсіз болды. Және Қытай әскері қазақтардан әлдеқайда көп болды. Сол үшін де ол Қытайлармен келісімге келе бастады. Келісімде ол Қытайлардың бодандығын қабылдап, жоңғарларға көмектескені үшін кешірім сұрап, бұның бәрі Әмір Сананың кесірі екенін айтты. Ал Қытай бұған сеніп, Қазақстанның шығыс жағын қазақтарға қалдырды. Бірақ Қытайлар өз сөзінде тұрмай, қазақ ауылдарына шабуылдар жасап отырды. Қазақтар Қытайлармен тағы да келісім жасауға барды. Яғни қазақтар шығыс жақты иеленгені үшін салық төлеп отырды. Осылайша Абылай хан Қазақстанның шығыс жағын сақтап қалды. Бітті! Бітті! Кетіңдер! Деп айтады деп ойладың ба? Жоқ, әлі көп бар. Отыра бер. Қазақстан шығысында Қытаймен, солтүстігінде Ресеймен көршілес болып, екі мощный державаның арасында қалып қойды. Ал Абылай хан 1758 жылы Қытай бодандығын қабылдады. Яғни Қытайлар қазақтарға тиіспей, керісінше қорғау керек болды. Ал қазақтар Қытай соғысына қатысу керек болды.
Осының арқасында Ресей Қытаймен қарым-қатынасын үзіп алмас үшін қазақтар жаулай алмады. Қытай да Ресейден қорқып Қазақстанға тиіспеді. Бірақ бәрі идеальный болған жоқ. Яғни қазақ ауылдарына шабуылдар жасалып тұрды. Бірақ бұл Қазақстанды толық жаулап алу үшін жеткіліксіз болды. Қазақтар мен қоқандар арасындағы соғыс. Яғни олар қазақтардың кейбір қалаларын өзіне қаратып отырды. Абылай хан қоқандарға шабуылдар жасап бастады. Бірақ бірінші жорықтары сәтсіз болды. Сол үшін ол мынандай айлаға барды. Қоқан билеушісі өте қатыгез болды. Сол үшін ол көбіне ұнамаған. Осыны пайдаланған Абылай хан кейбір беделді адамдарды өзіне алып кетті. Ал олардан алған әскерді алдыңғы шепке қойып Қоқанмен соғыстырған. Сонымен қатар қырғыздармен де дау болған. Яғни қырғыздар қазақ ауылдарын тонап күн бермеді. Жауап ретінде Абылай хан қырғыздармен нақты шекара орнатады. Бірақ қырғыздар 1779 жылы қайта шабуылдарды бастайды. Сол үшін Абылай хан қырғыздарды бас көтерместей қылып жеңіп, қырғыз манаптарының балаларын алып, жаңа қырғыз және бай қырғыз деген екі ру құрайды. Және тағы бір айта кететін оқиға. Яғни қалмақтар сонау жоңғарлардың байырғы жеріне оралғысы келді. Ал көш бойы Қазақстанмен өтті. Ал осының алдында қалмақтар мен қазақтар арасында жер үшін дау болған. 180 мың халқы және 40 мың әскері бар қалмақтар көшін бастады. Бірақ Абылай хан оларға тұтқиылдан шабуылдар жасап, қалмақтардың жартысынан көбін қырып тастады. Ал олар қазақтарға қауіп төндіре алмайтын дәрежеге жеткен кезде оларды тарихи отанына жіберді. Расында Абылай хан қазақтар үшін орын алатын тұлға.